Сәлем, менің құрметті көрермендерім, сіздермен Айсұлу Исатай. Арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, видеоларды алғашқылардың бірі болып көріп отыру үшін қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Бүгін сіздермен осылай ресторандарда дайындалатын өте керемет хит болып жатқан, табиғи ташатын әрі әдемі салаттың рецептін бөлісемін. Бұл салатқа ең ерекше дәм беретін бұл әрине қытырлаған баклажандар. Ендеше баклажанды дайындауға кірісейік. Алдымен кішкене ғана тұздап, оны 5 минутқа тұзы сіңгенше қоя тұрмыз. Осы аралықта қызанақтарды төртпіштілеп, кубиктап турап алатын боламыз. Қызанақтар тым сулы болмағаны жақсы, шама келгенше қаттылау жерлерін турап алыңыз. Барлығын біркеліп кетіп турап алсаңыз болғаны. Енді жаңағы баклажандарымызға үстінен крахмал салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Крахмалды молырақ қосуға қорықпаңыз. Барлық жағына жетіп, крахмал жақсылап тұрып араласуы керек. Артық крахмал қалған жағдайда болғаннан кейін баклажандарды жаңа ситодан өткізіп, артық крахмалды алып тастасаңыз болады. Енді қатты қызып тұрған майда барлық жағын домалата отырып, баклажандарымызды хрустяш етіп, қытырлаған қоңыр түске бояп, жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Шамамен 3-4 минуттай қоңыр түске боялғанға дейін аударып отырып, асықпай қуырып алатын боламыз. Сол кезде баклажандарыңыз өте қытырлақ болып, дәмді болып шығады. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығады. Енді осыны ыдысымызға орналастырып аламыз. Алдымен баклажандарды орналастырдық, одан кейін үстінен қызанақтарымызды салып шығамыз. Және петрушканы турап алып, жуып, жақсылап, одан кейін оны саламыз. Енді кезекпен кезек қайтадан баклажандарды саламыз, одан кейін қызанақтарды салып шығатын боламыз. Бұл салат дастарханыңыздың көркін ашып, тәбетіңізді ашып, өте керемет үйлесімді дәмдермен ерекше хит болып жатқан салат. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне енді қызанақтарымызды орналастырып жатырмыз. Кейін үстінен аз ғана петрушканы тағы бір сеуіп шығатын боламыз. Енді екінші қатардан барлығын қойып шыққаннан кейін творожный сырымызды осылай 2 қасықтың көмегімен қойып шығатын боламыз. Творожный сырдың классикалық кәдімгі түрін қолдансаңыз да болады. Менде лосось қосылған түрі болды, бірақ бұның өзі роллидің дәмі сияқты ерекше салатқа дәм берді. Өз қалауыңызша, әрине бастысы творожный сыр қолдансаңыз болғаны. Осылай әрбір жеріне түсіне үйлестіріп, әдемілеп қойып шығыңыз. Енді бальзамический уксустан осылай әдемілеп, себелеп отырып құйып шығыңыз. Ең соңында бетінен күнжіт себіңіз. Міне салатыңыз дайын. Өте оңай, құрамы қарапайым, бірақ көркі, дәмі өте ерекше керемет салат. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ресторандарға қанша табыс әкеліп жүрген өте керемет хит болып жатқан салат. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.